Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санның жартысы. Бүгінгі сабақта сен санның жартысын тауып үйренетін боласың. Сабағымызды бастамас бұрын келесі өлеңді бірге оқиық. Ойыншықтарым көп менің, бәрін жақсы көремін. Кешке дейін жалықпай, бірге ойнап жүремін. Тамаша, балалар. Ендеше оқулығымыздағы 108-ші беттегі суретке назар аударайық. Суреттен қонжықтарды көріп тұрмыз. Яғни қонжықтардың саны 6. 6 қонжықтан тұратын топтың жартысы бұл 3 қонжық. Келесі суретте 8 қонжық көріп тұрмыз. 8 қонжықтан тұратын топтың жартысы неше қонжық болады екен? Ойланып, жауап бер. Өзіңді тексер. 8 қонжықтан тұратын топтың жартысы бұл 4 қонжық болады екен. Тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Кім жылдам ойынын ойнап көрелік? Берілген суреттердегі ойыншықтарды сана, олардың жартысын тап. Өзіңді тексер. Бірінші қатарда берілген ойыншықтардың саны 6. Олардың тең жартысы 3 болады. Екінші қатардағы қуыршақтардың саны 4. Оның тең жартысы 2 болады екен. Менің жауабым сенің жауабыңмен бірдей болды деп ойлаймын. Оқулықтағы құстарға назар аудар. Суретке мұқият қарап, келесі сұрақтарға жауап беріп көр. Қарлығаштың саны қанша? Көгершіннің саны қанша? Қанша үйрек бар? Және суық торғайлар саны қанша? Қай құстардың тобын 2 бұтаққа бөліп отырғызуға болады? Және қай құстардың тобын 2 бұтаққа теңдей бөліп отырғыза алмаймыз? Неге? Яғни көгершіндер мен суық торғайлардың тобын 2 бұтаққа теңдей бөліп отырғыза алады екенбіз. Ал қарлығаш пен үйректерді 2 бұтаққа теңдей бөліп отырғыза алмаймыз. Себебі қарлығаш 1, ал үйректердің саны 3. Шығарып көр. Қай құмырадағы гүлдердің тең жартысын алуға болмайды? Ойланып, жауап бер. Бірінші құмырадағы гүлдердің саны 5, ал екінші құмырадағы гүлдердің саны 12. Бірінші құмырадағы гүлдердің жартысын теңдей алуға болмайды. Яғни бірінші құмырадағы гүлдердің саны 5. Екінші ыдыстағы, екінші құмырадағы гүлдердің саны 12, оның тең жартысы 6 болады. Келесі тапсырма. Бір жауапты таңда. Бірінші сұрақ. 10 кітаптың жартысы қанша болады?
4-еу, 5-еу, 6-ау. Келесі сұрақ. 4 фломастердің жартысы қанша болады? 3-еу, 2-еу, 1-еу. Үшінші сұрақ. 8 дәптердің жартысы қанша болады? 4-еу, 5-еу, 6-ау. Енді өзіңді тексер. Яғни 10 кітаптың жартысы 5-еу болады. 4 фломастердің жартысы 2-еу болады. Және 8 дәптердің жартысы 4-ке тең. Жарайсыңдар. Жұмыс дәптеріміздегі 105-106 беттегі тапсырмалар өткенді бекітуге арналған тапсырмалар. Ал 107-108 беттегі тапсырмалар санның жартысын табуға арналған. Сондықтан осы тапсырмаларды өз бетіңше орында.